Пяльцаны мына кареткаға бекітеміз. Бекіткен кезде мынаның артында лапканы көтеретін бар. Лапканы кішкене былай көтереміз, содан кейін пяльцаны өткіземіз. Содан кейін бер жақтан уже кронштейн. Кронштейнді былай өзімізге тартамыз да, мына жақтан ашылады да кареткаға бекітеміз. Кронштейнді қайттан жабамыз. Все, ештеңе кедергі емес. Қарап отырмыз, бәрі дайын. Алттағы лапканы аламыз да түсіреміз. Міне, түсті. Енді мына старт деген кнопканы басамыз. Кеттік. Бисмилля. Вышивка кетті. Вышивка кеткен кезде кетіп қалуға болмайды. Міндетті түрде вышивканың қасында болу керек. Неге? Себебі, егерде сіздер дұрыстап заправканы жасамасаңыздар, бір жерде бекітіп қалатын болса, мына жақтан тартылып матаны бүлдіріп жіберуі мүмкін. Немесе мына ине осы жіп тартқан кезде инені тартады да, мынаның астындағы таблоның тесігі болады ине кіретін. Егер тесігіне кірмей таблоның теміріне өтіп кететін болса, ине майысып сын кету мүмкін. И сынған инемен мына матаны тігу мүмкін. Сол кезде матаны жыртып тастайды. Сондықтан міндетті түрде мына машинканың қасында болу қажет. Мына жақта бізде экранға қарайтын болсақ, мынау крестик қай жерде қазір вышивка жасалып жатыр, соны көрсетіп жатыр. Төменге қарасақ, мына цифралар немене десеңіздер, бұл стежоктар. Жалпы саны 9933. Именно осы түстен. Стежок деген жалпы не? Стежок деген бұл иненің бір нүктеден екінші нүктеге кірген кезде мына жіпті айтады. Яғни қанша рет осындай жіптер салынатын болса, от соның саны көрсетіліп жатыр. Мысалы, қазір уже 800 стежок болды. Яғни 800 рет тігілді. Міне қараңыздар. Осы уже сурет уже 800 стежокты көрсетіп тұр. Бұл жерде біз қалың матаны қолданамыз. Свитшотта қалың матаны қолданады. Бұл футер трехнитка дейді. Бұл мата бірақ трикотаж. Трикотажда обычно өзінің арнайы стрейчевый инесі болады. Бірақ бұл жерде мен қалың инені қолданып отырмын. Неге? Себебі бұл жерде қазір вышивка на вышивке болады. Мысалы, мынау қызыл, одан кейін тағы да басқа, олар бір-бірімен жанасады. Негізі, егерде бір-бірімен жанасатын және қалың маталар болса, ол кезде қалың инені қолдану қажет. А егерде футболка, немесе жұқа маталар болса, онда жұқа инені қолдану қажет. Мынау машинкамен жұмыс істеудің барысында ең бастысы ол өзін сақтау. Ол үшін біз осындай көзілдіктерді қолданамыз. Бұл обычный строительный көзілдік киіп алу керек. Не үшін? Себебі мен бағана айтып кеткендей, әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Егер де мына ине сынып кететін болса, егер ұшы бір жерге шатын болса, сол кезде көздеріңізді аман сақтауларыңыз керек. Сондықтан барынша ерінбей, жалықпай, ол үшін осындай көзілдік киген дұрыс.